Диетолог мамандар таза суға лимон тілімін қосып ішуге кеңес береді. Ол ағзаның дұрыс жұмыс жасауына әрі бет терісін жақсартуға септігін тигізеді. Лимон тілімдері қосылған суды диетологтар денсаулық сусыны деп атайды. Мамандар бұл сусынды күнделікті тұтыну иммунитетті ғана жақсартып қоймай, ұмытшақтық аурудан, анемия сынды дерттерден дер кезінде арылуға көмектесетінін анықтады. Лимон қосылған қайнатылған жылы су бауыр, өт, бүйрек ауруларының алдын алуға ықпал етеді. Өт жолында тастардың жиналмауына септігін тигізеді. Ағзаны зиянды қалдықтардан арылтады. Ол қан құрамындағы токсиндерді жойып, терідегі пигментті дақтар мен безеу, сепкіл, әжімнің түсуіне жол бермейді. Сондай-ақ лимон құрамындағы магний, калий мен С дәрумені ми, жүрек және жүйке жүйесі жұмысын жақсартып, қан қысымын бір қалыпқа келтіруге көмектеседі. Күнделікті таңертең аш қарынға қабылданған лимон қосылған су жүйке жүйесінің жұмысын бір қалыпқа келтіріп, бойға күш-қуат пен сергектік сыйлайды. Стресс, күйзеліс, көңілсіздіктің болмауына ықпал етеді. Жаздың аптап ыстық күндері бұл шырын шөлден құтқарса, қыстың күні жанға жылулық пен күш сыйлайтын қасиетке ие. Ол үшін 1 литр ыстық суға лимон тілімдерін салып қойыңыз. Суыған кезде аз мөлшерден қабылдай бастаңыз. Кейін қабылдау мерзімін жиілетіңіз. Сондай-ақ қалауыңыз бойынша бұл шырынға 1 шай қасық бал немесе жалбыз жапырағын қосуға болады.